Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Сіздермен Нұрислам Лайф TikTok'тағы тікелей эфирі. Техникалық ақаулықтарға байланысты сәл кешірек аштық. Кешірім сұраймыз. Әдеттегідей бүгін бізде қонақта Арман Байжігіт бауырымыз. Қош келдің, Арман. Қош көрдік. Арман, кешегі алдыңғы күнгі шығарылған эфирге қатысты біраз кісілер жекеге шығып, жаңағыдай пікірлерін білдіріп жатыр. Алла разы болсын деп ыстық ықыластарын білдіріп жатыр. Шын мәнісінде де үлкен бір жұмыс атқардыңыз. Осы уақытқа дейін аузына келген айтып жүрген, сандырақтап жүрген кісіге қатысты жақсы ғылымның тілімен жауап бердіңіз. Алла разы болсын. Сәл қисық тұр ма? Мен дұрыс тұрмын ба камерада? Бүгін бізде тақырып абай. Абай жалпы кім? Абайды біз қаншалықты дәрежеде танимыз? Бәлкім қоғам абайды дұрыс танымаған соң да кім көрінген тырнақшаның ішінде өзін ағартушымын деп жүрген дилетанттардың артына еріп жүрмекен? Қолымыздан келгенше, енді сен филологсың, осы саланың маманысың, үнемі осы абай данышпанымыздың сөздерін тілге тиек етіп дәріптеп жүресің әр эфирде байқаймыз. Жалпы абай кім, Арман? Ассалаумағалейкум. Жалпы Нұреке, өте керемет өзекті тақырыпты таңдапсыз. Абай деген кезде жүрегі тебіренбейтін қазақ болмайтын шығар деп ойлаймын, мен өз басым. Дұрыс айтасыз. Абай мен қазақ ұғымы бұл жалпы егіз ұғымдар ғой. Қазақ деген кезде біздің есімізге бірінші ассоциация абаймен елестейді. Жалпы әлемдік тұлға ғой негізі, біздің феноменіміз. Бірінші кезекте абай кім, таныстыра кетейік. Абайдың атамыздың шын есімі азан шақырып қойған Ибрахим Құнанбай ұлы. 1845 жылы дүниеге келген, осы Шыңғыстауда, қазіргі Семей жерінде. Жалпы абай бұл қазақтың ағартушысы, қазақтың ұлы бас ақыны, қазақтың ойшылы, қазақтың данышпаны, және бір сөзбен айтатын болсақ, қазақтың хакімі. Ал хакім деген статус екінің біріне берілмейтін статус. Дұрыс айтасыз. Толықтай келсем, меніңше барша қазақ деп астын сызып айтайыншы. Бұл оймен келіседі деп ойлаймын. Себебі абайды дәріптеуге біз мемлекеттік деңгейде қыруар жұмыстар атқарып жатырмыз. Бір қызығы, абайдың өмірі жалпы қызық қой. Негізі көпшілік арасында мынандай жансақ пікір бар. Арман, өзіңде естіп жүрсің. Егер де мен де Құнанбайдың баласы болсам, үйір жылқым алдымда өріп жүрсе, жатып алып мен де сөз шумақтап, ән шығарып, мен де ақын болар едім дейтін бір надандық пікір бар адамдар арасында. Осыған қатысты не айтасың? Жақсы, тамаша сұрақ. Ең әуелі біз абай жайлы кішкене тоқталып өтейік. Абай атамыз жалпы арғынның ішінде тобықты. Соның ішінде жалпы мынау өзіндік орны бар ұлы тұлғамыз. Әрине, абай жайлы біз көптеген осындай стереотиптерді естіп жатамыз. Жаңағы байдың баласы болған, жайлауда жатып алып, қымызды ішіп алып, сапырып жаңағыдай өлең жаза берген, одан асқан оңай тірлік жоқ қой, оны несіне дәріптейсіңдер деген секілді пікірлерді естиміз. Шынтуайтына келетін болсақ, ақындық бұл байлықпен, мал-мүлікпен өлшенбейді. Бұл ақындық, бұл Тәңірден, Құдайдан берілетін, жаратушыдан берілетін бұл ерекше қабілет бірінші кезекте. Батырды екінің бірі туады, бірақ ақынды екінің бірі дүниеге әкеле алмайды. Іледе біреу туады. Іледе біреу туады. Қазақтың өзі де айтады ғой бұны. Қазақтың өзі халық айтса қалып айтпайды. Сондықтан да абай феномен біз түсінуіміз үшін оның өміріне біз терең бойлауымыз керек. Дұрыс айтасыз. Осы мәселеге тереңе кірсек, біз абайдың бай баласы болса да, болыстың баласы болса да, өміріндегі қандай сынақтардан, қандай сындарлы сәттерден өткен біз біле аламыз негізі. Жалпы абайдың өмірінің оңай болмағандығы жөнінде оның өзінің өлеңдері дәлел. Өзінің шығармашылық жалпы бағыттағы жазған еңбектерінің бәрі абайдың өмірінің оңай болмағанына құжат. Бірақ біз
жалпы осы абайдың қара сөздері болсын, өлеңдері болсын, жалпы шығармашылығына қарап біз абайды пессимист адам ретінде ә, байқайтындаймыз ба, әлде жалпы осы ұлы адамдар неге пессимист болады, осы жөнінде айтып кетсеңіз. Жақсы. Бірінші кезекте біз абайдың жалпы өмірін бірнеше бөлікке бөліп қарастыруымыз керек. Яғни детальды түрде. Өйткені абай атамыз 59 жыл өмір сүрді. Осы 59 жыл өмірінің біз бастапқы кезеңін қарайтын болсақ, балалық шағы мен есейген бозбалалық шағы, ержеткен тұсы, сол 40 жасқа дейінгі сәтін алатын болсақ, негізі позитивті тұстар өте көп өмірінде. Ал енді жаңа сіз айтып отқандай пессимистік, түңілген, әбден жаңағы қартайдық, қайғы ойладық, болмаса жаңағы көңілім қайтты достан да дұшпаннан да, алдамаған кім қалды тірі жанда деген секілді өлеңдері негізіне сол 40 жасына асқаннан кейін сол бір жақындарынан, ағайындарынан, сол қоғамнан көптеген соққы алып, қоғамға өз қазақ халқын алға сүйреу мақсатында сондай бір осы ғылым білімді насихаттап жүрсе дағы, оның сөзіне құлақ аспағанынан әбден сондай бір күйініштен шыққан жалпы пікір ғой негізі. Ол былайша айтқанда қазақ айтады. Ішім өлі, сыртым бүтін деп. Иә. Жаңағы ішім өлген сыртым сау деген секілді. Яғни бұл негізі қалыпты заңды құбылыс деп ойлаймын. Өйткені абай қолынан келгенше күресті, абай қолынан келгенін барлығын жасады. Бірақ негізі ол өз заманынан ерте туған, сондай озып туған данышпан ғой асылында. Дұрыс айтасыз. Абайдың балалық шағына тоқталып кетейік. Ол өте керемет. Жалпы 1845 жылы осы абай атамыз дүние есігін ашады. Шыңғыстауда оның анасы жаңа Ұлжан, ол да арғынның ішіндегі қара кесектен шыққан текті сондай анамыз. Және де абайдың балалық шағы өте бір сондай нағыз, қалай айтсақ болады, ұлттық құндылықтарға, сондай бір қазақтың маржан қазыналарын бойына сіңіріп өсті. Себебі оны бір жағынан зере әжесі сол ертегілерді оқып беріп отырса, екінші жағынан тағы бір ескеретін дүние, жаңағы абай негізі екі ананың ортасында өсті ғой. Жаңа әжесін есептемегенде Айғыз және де Ұлжанның арасында өсті. Сол себепті оған Телғара деп жеңгелері еркелетіп ат қойған негізі. Және де абай арнайы Құнанбайдың тапсырмасымен сол жерде ауыл молдасына хаттанып, 10 жасынан 13 жасына дейін Ахмет Риза медресесінде кәдімгі шариғи толыққанды білім алып шығады. Ішінде жаңағыдай Құран болсын, тәпсір болсын, кәлам мантық болсын деген секілді шариғи білімді толыққанды алып шығады. Одан соң приходская школада 3 ай бойы оқиды. Енді соның таңғаларлығы, замандастарының айтуы бойынша, жұрттар 1 жылда, 2 жылда үйренетін орыс тілін абай небәрі бірнеше айдың ішінде меңгеріп алды деп жазады. Приходская школада. Бұл енді ойлаңыз, 13 жасар баланың жалпы зейіні ғой. Мынау абай жолын роман эпопеясын оқып отырсаңыз, Мұхтар Әуезовтің сол жерде жазады. Ол жерде де қайтқанда деп басталады ғой. Медреседен қайтып келе жатқан. Сол бір 13 жасында, кейіннен 13 жасынан кейін әкесі мұны өзінің жанына алдыртып, Құнанбай, яғни саяси алаңға кіргізе бастайды. Яғни болыстық мәселеге, жалпы ел ісін дау-дамай шешу деген секілді осындай үлкен іске араласа бастайды. Яғни абайдың негізгі ресми түрде білім алу периоды осы. Жаңағы Ахмет Риза медресесіндегі алған білімі, және де приходская школада алған білімі. Ары қарай абай жас шағынан бастап әкесінің жанында жүріп көптеген былайша айтқанда ақыл кеңесін, өмірлік тәжірибесін алып, бойына сіңіріп бүкіл құндылықтарды солай үйрене бастайды. Және оның есеюіне әсер еткен тағы бір фактор, енді бұл жерде біз енді 13 жасқа дейінгі кезеңді біз балалық деп қарастырамыз ғой. Сол кезеңгі өлшем бойынша 13-15 жас бұл есеюдің бір индикаторы ғой негізі. 15 жасында абай сосын отбасын құрады, ділдәға үйленеді. Яғни сол кездің несі бойынша, шарты бойынша жаңағы құдандалық болып, ары қарай 16 жасында әке атанады ғой. Бәрекелді. Жалпы, балалық кезең осы негізі 16-15 жасына дейін болады. Ары қарай уже бозбалалық кезең басталады. Ділдә анамыздың жасы қаншада еді? Есіңде болса?
есімде болса сол абаймен қатар негізі ол қатты айырмашылық жоқ ол жерде бірер жас бір-екі жас арасында. бірер жас бірер жас. Жақсы. Мен ойлаймын, жалпы кез келген қазақтың жүрегінде, кез келген қазақтың санасына Абайдың шығармашылығы әсер етеді деп. Әрине. Расымен де егер шынымен де қазақ болса, ол енді қазақ емес адамдар бәлкім жаңағыдай басқа пікірде болуы мүмкін деген сияқты да. Бұл енді жалпы Абайдың шығармашылығына келетін болсақ, өзің білесің, Абай әуел бастан өзінің өлеңдерін, шығармасын өзінің атынан шығармай, өзге бір адамның атынан шығарып отырады. Осы тұрғысында бір ақпарат беріп жесең. Жақсы. Абай 1885 жылға дейін, 85-86 жылға дейін өлеңдерін Көкбай Жанатаевтың атынан шығарып отырған. Яғни 40 жасқа дейін, иә? Иә, 40 жасқа дейін. Яғни Көкбай өзінің жерлесі, әрі жаңағы сол Абайдың былайша айтқанда сырласы, бауыр інісі деген секілді. Соның атына шығарады. Неге? Бұның да бірнеше астары бар. Өйткені Абай жалпы өзін ол сәтке дейін жалпы шынайы ақын деген статус берген жоқ. Өзін ондай деңгейге ағартушымын деген жоқ қой өзін. Өзін ондай деңгейге шығарған жоқ. Және де екінші мәселе, Абай екіншіден сол сәттегі Абайдың жалпы кемелдену кезеңі ғой. Абай өзі толыққанды білім белгілі бір дәрежеге жетілдіріп, осындай бір шыңға шыққаннан кейін барып жаңағыдай өлеңдер жазып, өзін шынайы өлеңге шығармашылыққа ден қойған сәті негізі өміріндегі ең бір былайша айтқанда шарықтау шегі дейміз, осы 85 жылдан кейін басталады негізі, 40 жасынан кейін. Сол үшін де 40 жасқа дейін жаңағы Көкбайдың атынан шығарады өлеңдерді. Және оған жай ғана шығартқызбай, оған да жаңағыдай құлынын, биесін беріп, былайша айтқанда солай жасап отырған. Жалпы Арман, қалай ойлайсың, Абайды біз феномен десек бола ма? Иә, феномен Абай. Енді осы Абайдың қалыптасуына тікелей әсер еткен жалпы адамдар болсын, жалпы қоғамда Абайдың қалыптасуына тікелей әсер еткен факторларды айтып өтсең. Бірінші кезекте Абайдың қалыптасуына әсер еткен оның әлбетте жаңағыдай әкесі мен әжесінің тәрбиесі ғой, бірінші кезекте, иә. Одан соң медреседе оқып жүрген кезде Абай шығыс ойшылдарымен тереңірек танысады. Осыған тоқталып өтейін. Физули, Шамси, Науаи, Сағди, Ширази, Медетбер деп жазатын өлеңі бар. Яғни сол шығыстық әулиелердің өлең жаңағыдай хикметтерін өте жаттап, көңіліне тоқып өсті ғой Абай. Бірінші кезекте осыған оның жалпы тұлғалық дамуына әсер еткен осы шығыс ойшылдар болды. Ары қарай өсе келе біз білеміз, мысалы болыстық іске араласты, саяси мәселелерді көптеген өзінің өткір әділ шешімдермен көзге түсе бастады. Ары қарай біз мынау 1880 жылдары жаңағы Ресейден қоныс аударып, былайша айтқанда жер аударылып келген ағартушы ғалымдардың Абаймен кезігуі негізі өмірінде әсер еткен тағы бір ең үлкен фактордың бірі осы. Әсіресе Михайлиспен кездесуі. Осыған тоқталып өтейін. Жалпы Михайлис бұл Чернышевскийдің революциялық ойын жақсы таныс, сондай озық ойлы, еркін ойлы, сондай көз ашық ғалым. Сол бір күні Семей қаласында кітапханасында қалалық сол жерде ол кезде енді губерния деп аталды, білесіз. Сол жерде Русский вестник деген журналдан Толстойдың шығармасын жаңағы іздеп, соны оқып отырған Абайды көз шалып қалады. Сосын ол іштей ойлайды, мәссаған киргиз деп айтады, ол кезде қырғыз қайсақ деп айтады бізді. Қырғыз қайсақтардың, яғни қазақтардың ішінде де Толстойды оқитындар бар ау деп ішінен солай таңырқап қалады да. Кейін сол жерде Абаймен танысып, Абайға жалпы әлем әдебиетіне, мынау европалық ойшылдарға үңілуіне, терең ізденуіне нұсқау береді, былайша айтқанда. Сол үшін де Михайлис, Абайдың өзі айтады, ол Михайлис менің мынау ғылымға деген ары қарай дамуыма деген көзімді ашқан, соған әсер еткен адамдардың бірі деп те айтады негізі. Құрметтеп. Иә, өзі құрметкен. Үлкен баға беріп тұр ғой енді.
Енді Абайдың шығармашыл туындыларына, жалпы шығарған еңбектеріне әлем тамданады. Әлемді бір жаңағындай атақты ойшылдармен бірге жаңағындай сөреде қатар тұратын анық, бірақ кем тұрмайтыны ол белгілі баршамызға. Иә. Жоғары тұруы мүмкін, Иә. бірақ кем тұрмайтынын бәріміз білеміз. Иә. Енді Абайды білмейтін, менің ойымша, жалпы егер ғылыммен айналысқан адам болса, Абайды танымайтын адам жоқ деп ойлаймын. Әлемде егер шынымен де жалпы адамзатты тану, қоғамды тану деген бір ниеті болған болса, өйткені атақты ойшыл ғой, енді әлем құрметтейтін, әлем сыйлайтын. Осы шығармашылығына қатысты тоқталып кетсек, иә? Жақсы, тоқталып өтейік. Жалпы өзіңіз айтқандай, мысалы, мынау айтады ғой, Гетенің бір сөзі бар еді, сен әлем дейді, тұлғалардың сен мойнына мінсең, сен мына әлем жаңағы аяғының астында қалады деген секілді мәселені айтады. Яғни бұл кез келген ұлтты, кез келген этносты, кез келген халықты сен тұлғасы арқылы танисың ғой. Яғни мынандай сөз бар, жаңағыдай история делает личности, деп айтады. Яғни тарихты тұлғалар жасайды. Ешқашан тарихты бір тобыр немесе арнайы қоғам жасайды деген дүние жоқ. Тарихты тұлғалар жасайды. Бұл сондай формула да. История делает личности деген. Мысалы біз Қытай деген кезде, Қытай мемлекет деңгейде Конфуций немесе Даот жаңағы Конфуцийдің ілімін мемлекет деңгейде дамытады, Конфуциймен байланыстырады деген секілді. Жаңағыдай Байрон, Гете деген секілді немістер, жаңағы ағылшындар Шекспир деген секілді. Сол секілді қазақтың бұл Абай әлемдік деңгейде ұялмай көрсететін біздің бір сондай феноменіміз. Шығармаларына тоқталып өтейік, шығармашылығына. Жалпы біз Абайдың шығармашылығын 3 этапқа бөліп қарастырамыз. Ол өзінің жазған өлеңдері, 175 өлеңі бар бізге мәлім. Жаңағыдай ғақлия немесе қара сөздер, және де аудармалары. Және де күйлері, әндері деген секілді ғой. Негізгі көпшілік біле бермейді, бірақ Абайдың да шығарған бір күйі бар екен, иә? Иә. Қызық былай. Жалпы негізі Абай көпшіліктің көзінде бір ақын, бір қалай айтсам болады, ағартушы ретінде десек те болады, иә. Бірақ дегенмен де Абайдың көп біле бермейтін, оның жаңағы тоғызқұмалақты жетік меңгерген, ойнаған бір бөлек, сүйікті ойыны болып, жақсы ойнағандығы туралы мәлімет бар, иә? Біз білетін. Шахматты ойнағандығы туралы. Жаңағындай домбырада отырып, жаңағындай енді күй шығару оңай нәрсе емес қой, екінің бірін қолынан келмейді ғой, енді күй шығару. Иә? Осыдан біз Абайды тек қана ақындық, болмаса жандай фәлсапалық, философиялық тұрғыдан емес, басқа да қырларынан дамыған адам ретінде көреміз. Бір қызығы, Арман, өзің қарасаң, Абай бір Оксфорд, Кембриджді бітірген адам емес, осы қазақ даласында өмір сүріп жүріп ақ, әлемдік деңгейдегі данышпан. Бұл қызықта, бұл бәрімізге де үлкен ой салатын дүние да. Яғни сен тұлғалық тұрғыда дамиым десең, тұлғалық тұрғыда жетсем десең, саған бір үлкен бір атақты бір оқу орындарында оқу бір маңызды еместігіне бір дәлел ретінде, құжат ретінде көрініс. Келсесіз бе осыған? Әрине. Мысалға, Абайдың жаңа толық адам концепциясы бар ғой. Иә. Осыған қатысты өзіңнің бір ойыңды ашықтап айтып жерсең, жақсы. Жалпы Абайдың кемел адам деп айтамыз, немесе толық адам концепциясы деп айтамыз. Бұл бұрыннан келе жатқан, жалпы сопылық ілімінде де бар бұл нәрсе. Инсани камил деген принцип, кемел адам философиясы. Абай соны өзінше соның бір формуласын, схемасын дайындаған. Мысалы, былай айтады: ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Жеке-жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ жар емес жақсы демек дейді. Демек, сенің толық адам болуың үшін 3 фрагмент керек.
жай ғана ақыл емес, нұрлы ақыл, мхм, ыстық қайрат, жылы жүрек, мхм, осы үшеу. мхм, Көрдіңіз ба? Яғни толық адам деп отырғанымыз ол кемел адам. Кемел адам деп отырғанымыз ол өзін де таныған, жаратушысын да таныған, рухани жаңағыдай кемелденген, рухани сондай толысқан адам. мхм, Яғни осы үш қасиет бойынан табылған адамды абай кемел адам дейді. мхм, Расымен де біздің қоғамға негізі өте дайын не ғой, бағдарлама ғой. Біз оны көбінесе теориялық тұрғыдан мектептерде айтуымыз мүмкін, сабақтарда, жаңағы университеттерде, жоғары оқу орындарында пән ретінде өткізу. Бірақ асылында біз осы қасиеттерді қаншалықты практикалық тұрғыда бойымызға сіңіріп, осы құндылықтарды ұстап жүрміз. Осыған тоқталайық. Нұрлы ақыл. Енді неге нұрлы ақыл деді? Осыған тоқталайық. Жалпы Шәкәрім, Абайдың немеренісі Шәкәрім де өзінің жаңағы шығармаларында ақылдың бір 10-нан астам түрін классификациясын жасайды. Суық ақыл, нұрлы ақыл деген сияқты. Енді қараңыз, Абай неге нұрлы ақыл деді? Себебі ақыл, жалпы ақыл деп бөлек алатын болсақ, бұл рационалды ұғым ғой негізі. Ақыл бұл ақ пен қараны айыру үшін, жалпы мына әлемді тану үшін, өмір сүру үшін бізге өмірде, өмір жолымызда көп нәрсені нұсқап көрсететін бағдаршам ғой негізі. дұрыс айтасыз. Бірақ енді қараңыз, суық ақыл мен нұрлы ақылдың айырмашылығы қандай? Мысалы, әлемді жоятын жарылғыш заттар, адамзатты қырып жоятын неше түрлі қарулар ақылмен жасалды, иә? Иә. Онсыз жоққа шығара алмайсыз. Яғни рационалды түрде суық ақылмен жасалды, дұрыс па? Ал енді сол яғни сен жай ғана суық ақылмен сен керек өзіңе қажетті бір ғылыми өнер табысқа жетуің мүмкін, бірақ оның түбінде бір мейірім, адамгершілік деген секілді дүниелер тұрмаса, яғни ол ақылда сені бір құрдымға алып баруы мүмкін. Яғни Абайдың нұрлы ақыл деп отқан сөзі бұл мейірім мен даналықтың дәні егілген, адамзатқа пайдалы болсам екен деген, яғни қажетіне жарасам екен деген ақылдың бір несі ғой, көрінісі ғой бұл нұрлы ақыл деген. Сол үшін де нұрлы ақыл деп тұр. Ыстық қайрат. Қайрат деген нәрсе енді күш қуат қой енді. Сенің былайша айтқанда адамның қуаты, күші. Яғни сен қайратыңды дұрыс пайдаланбасаң, сен әлсіздерді жаңа төмпештеп, немесе сондай бір жаман мақсатта әділетсіздік жолында сен пайдалануың мүмкін да, жеке бас қарақан басың үшін. Сол себепті қайрат, ыстық қайрат деп тұр. Нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек. Яғни жүрек ол түсінікті. Яғни біз оны жай ғана бір биологиялық жүрек емес, сен рухани жүрегің, қалып дейміз. Сенің қалыбың сондай жылы болса, яғни жүрегіңнен жылы сөздер шығып, жалпы жүрегіңде бір жүрегің дұрыс болса, онда адамның былайша айтқанда өзінің болмысы дұрысталады, өйткені ол ағзалардың патшасы ғой. Сол себепті осы мәселе. Яғни қысқаша айтар болсақ, толық адам концепциясы осы нұрлы ақыл, ыстық қайрат, жылы жүрек, осы үш қасиеттердің былайша айтқанда ортақ бір қосындысы. Және осы қасиеттерді басшылыққа алып отыр. Оны қара сөзінде де мәселе қылып айтады, жаңағы барлығың жүрекке бағыңдар деп. Жалпы жүрекке өте көп үлкен акцент береді. Бірақ басқа ғұламалардан айырмашылығы Абайдың жүрек пен ақылды баланста ұстай білу қажет екендігін ерекше айтып, осы нәрсеге тоқтала білген. Жалпы ерекшелігі сол Абайдың. Дұрыс айтасыз. Енді бұған барлық қазақ толықтай келіседі деп ойлаймын. Осы Абайдың қара сөздеріне келетін болсақ, қалай ойлайсың, жалпы Абайдың қара сөздері қазіргі күнге дейін актуалды ма қазақ қоғамында? Жалпы қара сөздері Абайдың белгілі бір проблематиканың, белгілі бір мәселелердің, белгілі бір қоғамдағы түйіндердің шешілуіне кілт бола ала ма? Иә. Жалпы Абайдың 45 қара сөзінің әрқайсысын сіз зерделеп оқып отырсаңыз, ол жерде адамның иман мәселесі де, жаңағы мынау мақтан мәселесі, жаңағы қазақ ұлтының бойындағы сондай бір рухани дерттер, кемшіліктеріміз, біздің ұмтылу керек нәрсеміз, ғылым білім болсын, мал мүлік болсын, яғни байлық болсын. Былай қарап тұрсақ, біздің өміріміздегі ең маңызды элементтердің барлығы бұл қара сөздерден табыла білген. Яғни әрқайсының өзінің тақырыбы бар. Енді бұл жерде қара сөз жазу мақсатында не деп жазады? Бірінші қара сөзінде Абай айтады: мен енді қартайдым, енді мал бағуды ойламаймын, ел бағуды ойламаймын, дін бағатындай да жағдайда емеспін. Енді менің бар
жасай алатыным бар, бере алатыным осы кезге дейін оқып білген түйгенімді хатқа түсіріп ұрпаққа, келер ұрпаққа жеткізу. Яғни керек адам сөзімді алсын, керек емес болса өз сөзім өзімде деп бірінші қара сөзімен осылай бастайды. Яғни Абайдың қара сөзі бұл мынау соңғы өмірінің 1890 жылдардан 98 жылдарға дейін соңғы бір 9-10 жылдықта жазылған, яғни өлер шағына дейінгі периодта жазылған нелер ғой, қара сөздер. Яғни бұл жерде мынау Сократтың несін жазады, Сократтың философиясына қатысты әңгімелер жазылады, денсаулыққа байланысты, қайратқа байланысты. 38-ші қара сөз тіпті керек десеңіз қазір бір жеке кітап болып шықты, китап тастих деп. Яғни ол сенім, жаңағы сенімді бекіту кітабы. Яғни 38-ші қара сөзін қарасаңыз тұнып тұрған шариғат мәселесі, ішінде жаңағы Алланың зати субути сипаттарын ашық жазады сол жерде. Яғни иман деген не, жаңағы қандай нәрселер парыз. Жалпы былай қарап тұрсақ, оның өзі бір үлкен шариғи мәселелер жазады. Сосын деңгейі ғой, бұл Абайдың жан жақты деңгейі ғой енді. Сіз 38-ші қара сөзін оқысаңыз, китап тастих дейді, немесе жеке кітабы да бар. Кәдімгі ақида мәселесін қазақ қоғамына кәдімгідей түсінікті тілмен, жеңіл тілмен. Жеңіл тілмен жазып береді ғой. Таң қаласыз, ана жерде қаншама мәселелерді көтереді. Сіз сосын оның түпнұсқасы әрине шағатай тілінде жазылған ғой. Ал енді сіз соны оқып болғаннан кейін Абай мұсылман болмаған, немесе Абайдың дінге қатысы жоқ, немесе ол діндар болмаған деген мәселені басқа біреу айтса, сіз сол қара сөзін ақ көрсете аласыз. Жай факт ретінде бір құжат. Бір қызығы бұл енді Абайдың атамыз ғой. Иә. Алла рахымын алсын ол кісіні. Абай атамыздың соңғы өміріндегі жазылған туындысы ғой енді, соңғы еңбектерінің бірі. Енді осы жерде бірінші сөз емес, екінші сөз емес, енді реттілігі болады ғой әрбір сөздің жазылған. 38-ші сөзі уже өмірінің соңғы сәттерінен ғой енді қарап отырсақ. 50 жастан асқан кезде. Кейін жансақ пікірлер болады, мысалға Сұлтанмахмұт Торайғұлына қатысты, басқа қатысты да. Ол бас жағында өмірінің алғашқы сәтінде мұсылман болған, кейіннен кейін мұсылман емес болмаған деген сияқты бір өтірік пікірлер тарап жүр ғой енді, қоғамды бұзу үшін, қоғамды жаңағындай былайша айтқан кезде дұрыс емес идеология қарта бұрмалау үшін жасап жатқан, елге жасап жатқан қиянат қой енді. Ол адамдар өздері не істеп жатқанын білмейді. Негізі ол соғып жатқан желдің қай жақтан келіп жатқанын түсініп отқан адамдар емес шын мәнісінде. Қазаққа жаны ашитын адам, қазақты жалпы елім, бұл менің отаным дейтін адам негізі осындай ұлағатты ардақты ұстаздарымызды адасқан деп айтпайды ғой негізі. Шын мәнісінде. Бұл енді барып тұрған осы қалай айтса болады, барып тұрған бұл озбырлық дейміз ба. Енді бұндай деңгейге дейін адам өзін түсіріп жүру енді барша ұлттың данышпанын, барша ұлттың қадірлеп, қастерлеп отқан, жаңағы төбемізге қойып отқан күмбезімізді осындай сөзбен айту негізі үлкен қылмыс. Оны алдындағы эфирлерде де айтып кеттік. Дегенмен енді адам ұрса түзеледі, бірақ Құдай ұрса қайдан түзелсін? Арман. Енді бұл өзің айтып отырсың, енді барлық қазақта оған куә. Абай бұл үлкен феномен. Абайды көпшіл қауым, жалпы қазақ елі атамызды Мұхтар Әуезов арқылы таныдық дейтін де ойлар болады. Жалпы Абайды қазаққа, елге танытқан кім? Алғаш. Жақсы, осы сұрақ. Енді осы мынандай бір стереотип бар. Абайды жалпы қазаққа танытқан ол Әуезов дейді. Белгілі бір деңгейде жалпы Абайды жаңағы 20 жыл арнады эпопеяны жазу үшін. Жалпы Абайға өмірін арнады ғой Әуезов атамыз. Ол кісіге деген құрметіміз шексіз. Алла разы болсын. Ол кісіге. Жоқ, оны жоққа шығармайды ғой. Жоққа шығармаймыз. Бірақ тарихи бір шындыққа тура қарау керек. Алғашқы болып. Ең алғашқы болып танытқан Әуезов емес негізі. Осыған тоқталып кетейік. Ең алғашқы болып Абайды қазақ еліне танытқан ол әрине қазақ елінің тұңғыш
менің жеке көзқарасымда президенті деп айтсақ болады. Жалпы осы 20 ғасырдағы деп айтайықшы. 20 ғасырдағы мынау Әлихан Бөкейхан атамыз. Бәрекелді. Иә. Қалай екен? Иә, Алашорданың былайша айтқанда көсемі, алты алаштың көсемі дейміз. Сол Алашорданың басшысы болған сол Әлихан Бөкейхан. Соған қатысты кейін тіпті Абай атамыздың көзі тірісінде бірлі жарым мақалалар жазып жүрді Абай жайлы. Бірақ 1903 жыл деген сияқты кейіннен қайтыс болғаннан кейін жаңағы 1904 жылы Әлихан атамыз осы іске кәдімгі білек сыбана кірісті. Нақтылай айтатын болсақ, 1905 жылы қайтыс болғаннан бір жылдан кейін Семипалатинский листок газетінде жаңағы Абай жайлы ғылыми мақала жазды. Жаңағы сол жайлы бір түсіндірме өмірбаяны тоқталып өтті, қысқаша айтқанда. Және де 4 жылдан кейін 1909 жылы жаңағы Абайдың жаңағы немере жалпы інісі, шәкірті деп айтамыз, замандасы сол бір Кәкітай Ысқақұлымен баласы Тұрағұл Абайұлы екеуінің жаңағы жинаған жазбаларының нәтижесінде осы 1909 жыл Санкт-Петербург қаласында Бараганскийдің баспасынан Әлихан Бөкейхановтың өзінің инициативасымен, тапсырмасымен жарық көреді. Яғни Әлихан Бөкейхан тұңғыш рет осылай көлемді түрде типографиядан Бараганскийдің баспасынан толыққанды Абайдың жаңағы жалпы сол кездегі қолда бар қолжазбадағы барлық өлеңдермен оның өмірбаяны не қатысты мәліметтердің барлығын осылай шығарады. Енді өзіңіз ойланып қараңыз, 1909 жылы ол кезеңде Әуезов атамыздың жасы небәрі бір 12 жаста. 1897-те туылды, қателеспесем. Иә, бір қарай салу керек сонда да. Бірақ менің жаңағы жадым егер алдамаса, онда 1897 жылы туылды Мұхтар Әуезов атамыз. Яғни ол кезеңде 12 жасар бала. Яғни енді хронологиялық жағынан айтып отырмыз. Енді ал Бараганскийдің баспасынан ол кезде екінің бірі кітап шығару ол мүмкін емес дүние. Жалпы Бараганскийдің баспасы Санкт-Петербургта ол қазір тілмен айтқанда бір элиталы сондай баспалардың бірі. Беделді баспалардың бірі. Сонымен осылай Бараганскийдің несінен бастырады. Одан кейін жалпы тіпті бірнеше мақалалар жазады. Ары қарай өзіміздің мына қазақ халқының ұстазы, жалпы білім саласында үлкен реформалар жазған Ахмет Байтұрсынұлы атамыз әліпбиді реформалаған. Сол кісі 1913 жылы Қазақ газетінде жазған мақаласында Абай қазақтың бас ақыны деген мақала жазады кәдімгідей. Қазақтың бас ақыны және қазақтың жазба әдебиетінде ерекше жанрда осындай өлеңдерді жазу стилі бөлек, сондай қалыптастыра білген орны бөлек ақын деген баға береді. Оны беріп отырған Ахмет Байтұрсынұлы. Ал ол кісі лингвист, ғалым, яғни сөз тани білетін кісі. Иә, дұрыс айтасыз. Ол керек десеңіз Ахмет Байтұрсынұлы әдебиет танытқыш деген еңбегі бар. Біздің мына қазіргі әдебиет тануда ғылымда өз мынандай ұғымдары бар. Көркемдеуіш құралдар дейміз. Аллитерация, аллегория, метафора, эпитет, жаңағы гипербола, литота деген секілді терминдер бар ғой. Соны қазақша тәржімалаған сол Ахмет атамыз. Кәдімгі кәсіби түрде қазақша аударма жасаған. Нағыз ағартушы ғой. Ағартушы. Тырнақшаның ішінде өз-өзін ағартушы деп санап жүрген адам емес, нағыз ағартушы. Сол Абайға қазақтың бас ақын деген баға беріп отқан. Біз не үшін Абайды бас ақын дейміз негізі? Негізі асылында осы Ахмет атамыздың берген. Арғай Міржақыптың жазбалары бар. Бір сөзбен айтқанда Әлихан осылай баға береді. Енді осы жерде тағы бір ескеретін қызықты фактор, Мүрсейіт Бікеұлы деген кісінің де еңбегін біз айтып өтуіміз керек. Мүрсейіт деген жалпы Абайдың замандасы болған, бірақ одан жасы кішілеу, бірақ сол Абайдың ауылындағы молда кісі болған. Молда кісі болған. Және Абай қайтыс болғаннан соң Кәкітай өзі ақысын төлеп, Абайдың қолда бар өзі жазып алған бүкіл шығармаларын кәдімгі қатқа түсірткізіп жазған. Ал ол кісі сол Шағатай жазуын жетік меңгерген, жаңағыдай төте жазу дейміз, Шағатай дейміз, соны жетік меңгерген, және де жазу өте сауатты, әдемі жазатын кісі болған ғой, Мүрсейіт Бікеұлы деген. Және сол кісі бас аяғы сол бүкіл өлең шығармаларының барлығын қатқа түсіреді. Мүрсейіт атамыз, енді ол кісіге де Алла разы болсын.
өзі молда, имам. Сол Мүрсейіттің қолжазбаларының нәтижесі де былайша айтқанда бізге көмектесті. Сол Мүрсейіттің қолжазбасына да сүйеніп кейіннен 1905-1907 кейіннен жаңағыдай 1918 жылдары кейіннен Әуезовтің шығармаларының жаңағыдай жазылуына да сол бір үлкен септігін тигізді жалпы. Бәрекелді, рахмет. Көпшілікке пайдалы ақпарат беріп жатырсыз деп ойлаймыз, түсінеміз. Енді бұны енді екінің бірі біле бермейтін деректер ғой енді. Жалпы жаңағы сөз басында айтып кеттік, Абайдың өмірі оңай болған жоқ. Осыған қатысты Абайдың өміріндегі шырғалаң сәттер, қиыншылық кезеңдер туралы көпшілік білмейтін бір ақпаратты бөлісіп өтсеңіз. Жақсы. Жалпы Абай атамыздың өміріндегі қиын сәттер өте көп болды. Бұны бірі білсе, бірі білмес. Абайда негізі көп қысым көрген адам өмірде. Оны көбісі біле бермейді. Енді айта кетейін. Жалпы Абай мынау әкесінің жанында жүріп, ел ісіне араласа бастайды ғой, жаңағы оқудан келгеннен кейін. Ары қарай жалпы тіпті болыстық қызметте атқарған. Енді осы жерде бір айта кететін маңызды дүние. 1875-1878 жылдар аралығында Көкше болысына жаңағыдай сол жерде болыстық қызмет атқарады. Сол жаңағы Қарқаралыдағы және сол 3 жыл қызмет, енді ол кәдімгі сайланады. Сайланғаннан кейін сол жерде көптеген мәселелерді шеше бастайды. Тіпті ол кезеңде бір дәстүрге айналып кеткен, дәстүр демей ақ қояйық, бір қалыпты нәрсеге айналып кеткен барымта деген дүние болған. Жалпы барымта деген нәрсе біреудің жайылып жүрген мысалы малын жаңағыдай барып айдап кету ғой, барып алып кету ғой. Қиянат қой. Иә. Енді ол кезде барымта деген нәрсе кәдімгі қоғамда норма болған ғой негізі, ашығын айту керек. Барымта деп айтады. Дұрыс емес түсінік қалыптасқан ғой сондай. Бірақ сол Абай сол барымтаны, сол кезеңдегі парақорлықты, әділетсіздікті тоқтатуға күш салған осы өзінің болыстық қызметін атқарып отырған кезеңде. Бірақ соның көре алмайтын, сол өзінің жаңағы ойлаған адамы болыс болмай қалып, кейіннен сондай бір тіс қайрап жүрген бірнеше адамдар болған. Соның бірі мысалы жаңағы Өскенбай Бөрібаев деп айтамыз. Иә, нақты фамилиясы есімде, иә, Бөрібаев деп келеді архивтерде. Сол Бөрібаевтың бұның үстінен кәдімгідей арызды, донос жазып, доносты кәдімгідей бет алдына қарамай төпелетеді ғой кәдімгі үстінен. Үстіне. Сөйтеді де Абайдың былайша айтқанда осы 1878 жылдан 86-87 жылға дейін тіпті осы 8-9 жыл бойы осылай әуреге түсуіне себеп болады. Тергеу болады ғой, следствие болады деген сияқты. Иә. Сол 1880 жылдары Абайдың үстінен 12 дело ашылып, 12 іс ашылып, сол бойынша тергеледі. Жаңағы сол арызда көрсеткен 37 адамның куәгерлерден жаңағы куәгерлік алынады, жаңағыда шақыртып алып. Сөйтіп Абайға қандай айып тағады дейсіз ғой. Абайға сол кезеңде бір есептеп айтқан кезде архивте келеді, нақты 3155 сом пара алды. Сосын тағы бір 30 бие сондай деп келеді, енді шамамен сондай. Жалпы негізі Абайдың өзі бір қызығы да, Арман. Абайдың өзі жаңағы парақорлыққа, жаңағы елдегі жаңағыдай қылмысқа қарсы болған адам ғой, өзің білесің. Мысалға бұл ел біле бермейтін тағы бір дерек бар. Мысалға көпшілік біле бермейді да, Абай тек қана ақын емес, ол законодатель ретінде, юриспруденциядан, яғни құқықтан хабар бар адам ретінде заң жазған тұлға ғой негізі, иә? Білесіз ғой? Осы туралы да айта кетсеңіз, аха. Жақсы, айта кетейін. Енді қараңыз, сол тергеуден кейін енді нәтижесін айта салайық. Иә, жақсы, аха. Сосын заңға өтеміз. Жақсы, аха. Енді қараңыз, бір қызығы осы жерде Абайдың үстінен жаңа Бөрібаев арыздарды жазады, сонымен тергеледі. Сонымен сол жаңағы оның үстінде қарап тұрған губерния үстіндегі жаңағы барлығы жаңағы уез басшылары, сот барлығы тергейді, жаңағы куәгерлерден жаңағы түсіндірмесін алады. Сөйтеді да ешқандай мін таппайды ғой. Абай ақталып шығады. Бір қызығы. Сөйтеді да кейінгі деректерде келеді, Бөрібаевтың өзі кешірім сұрап,
хат жазғаны, менің жаңағы мәлімдемелерім бәрі жалған болды деген мәселелерді айтатын жайлы айтылады. Былайша айтқанда кешірім сұраған жайлы айтылады. Бірақ енді ол кешірім сұрағанда Абайды бірақ сол уақытта Сергелденге түсіргені рас. Бірақ сол арызда тіркелген 37 куәгердің көпшілігі де Абайдың ондай жасаған көрген емеспіз деп қарсы куәлік береді ғой. Яғни Абайға емес, Абайға арыз жазған Бөрібаевқа қарсы куәлік береді. Және ол да үлкен рөл ойнайды негізі. Бірақ енді Абайдың да өзінің тапқырлығы, даналығы ғой. Сол Семей қаласында жүріп бірнеше айдан бері шыға алмай қалуы, сол жерде қалып өз-өзін аман есен өз-өзін қорғап шығу, ол оның даналығы ғой. Кейіннен 1885 жылы 40 жасында Шар өзенінің бойында ұлықтардың барлығы жиналған, жалпы жақсы жайсаңдар, жаңағы билер жиналған бір үлкен жиын болады. Сол жерде тағы бұл Абайды сынап тіс қайрап жүргендер бұл кезде. Ай, осы қазір Жандарал келеді. Сол кезеңде Жандарал келіп, көралмаушылық қой сонда, иә? Иә, көралмаушылық қой. Қазір бұны жазылайды деп ойлайды ғой. Сөйтіп Абаймен сөйлеседі ғой. Жандарал келіп сөйлеседі. Жаңағыдай сол жаңағы Семипалатинсктің Қарқаралы уезінің соған қарайтын үлкен генерал-губернаторлар келеді. Сонымен келіп Абаймен сөйлесіп, оның біліміне тәнті болады да, киіз үйден шыққаннан кейін айтады ғой, мынандай Абай сіздерде Абай секілді тұлға бар, бұны төбе би қылып сайлаңыздар дейді ғой. Аналар енді ана жерде енді бәрі күтіп отырады ғой, жаулары. Жаңағы Абайды қазір бұл даттайды, сондай бір сын айтады деп сөйтеді да, бір ауыздан Абай төбе би қылып сайлайды. Төбе би деген ол қазіргі тілмен айтқанда бір верховный суд дейміз ба, қалай айтсақ болады? Дұрыс айтасыз. Бұл жерде енді Абайдың біз шешендігін байқаймыз ғой енді. Ана силу убеждения, қазір ораторский искусство деп айтып жатады ғой енді. Сонда біздің бұл аталарымызда әуел бастан бар дүниелер ғой енді. Бізге қазір шешендік өнер деген сияқты. Біз жалпы қазақ халқы шешен халық қой. Анау жаңа Радловтың ба, қателеспесем, жаңа бір шығармаларында, бір естеліктерінде жазады, Радлов болу керек, или болмаса басқа біреу. Жалпы қазақ халқы тумысынан сондай сөзге шешен халық дейді да. Тіпті олардың әрбір сөйлеп отқан сөзіне қарасаң дейді, ритмдерінің бір-біріне жаңа ұйқасқан соншалық бір құдды бір ән айтып отқан сияқты дейді да. Жай әңгімесінің өзі. Бұны кәдімгі тарихшылар, орыстың тарихшылары да солай баға берген да, сол кезеңдегі жаңағы қазақ даласына келген. Бұл сондай қазақтың несі ғой, қанында бар қасиет қой. Енді қараңыз, сол жерде тұрып, 3 күн 3 түн ішінде жалпы 94 статья жазады, бірақ кейін ықшамдап 74-і қалады статьяны. Соның ішінде қылмысқа қатысты мәселелері, жалпы мәселелер, парақорлыққа қатысты, тіпті анау әрбір жаңағы жасаған айыбына байланысты, қазір тілмен айтқанда МРП дейміз, жаңағы айыптық есеп көрсеткіші, жасаған қылмысына байланысты төлеу құнына дейін бекітіп береді ғой. Осынша мал, осынша сом деген сияқты, 15 сом, осынша не деген сияқты. Штрафной санкция. Иә, кәдімгі айыппұлдың көлеміне дейін енгізіп береді. Соның ішінде тіпті Абайдың тағы бір ерекшелігі, әйелдердің құқығын да өте жақсы қорғайды сол жерде. Қателеспесем, 1-2 бабында айтып кетеді. Жаңағы егер әйел күйеуі қайтыс болса, жаңағы әмеңгерлік жолмен оның бауырына, енді әмеңгерлік деген бар ғой, бауырына тұрмысқа шыққысы келмесе, онда ерік өзінде қалсын деген секілді сондай баптарды кіргізеді ғой. Енді бұның өзінен Абайдың жалпы шариғи тұрғыдан білімі бар екенін көреміз ғой. Өйткені жалпы әйелдің құқығы, әйелдің таңдауы деген нәрсеге жақсы қарап тұр ғой. Жалпы осылай 74 бапты жазады. Енді бұл жерден Абайдың жалпы заңгерлік қырын байқаймыз. Енді осы сәттен бастап Абай осы 86 жылдардан бертін қарай осы ел ісінен, саясаттан, басқадан былайша айтқанда изоляцияланып, шығармашылығына, өлең жазуға оқшауланады ғой. Оқшауланып, жалпы осы іске, шығармашылығына білек сыбана кіріседі. Былайша айтқанда Абайдың профессионалды түрде осылай шығармаларын жазуы, кесек-кесек өлеңдерінің жазылуы осы негізі 85-86 жылдардан бертін қарай болады. Яғни 40 жастан асқаннан кейін. Бұл енді Абайдың нағыз кемелденіп, толысқан шағы ғой. Бүкіл өмірлік тәжірибесі бар, білімі бар, жиған тергені бар деген сияқты. Былайша айтқанда багаж ғой, рухани багаж да. Соған әсер етеді. Бәрекелді, Алла разы болсын. Арман бұдан да бөлек жаңағы ұйымдастырылған істерден басқа, доностардан басқа,
абайдың жаңағыдай тағдырында болған бір үлкен ауыртпалықтар бар. Мәселен, бірнеше баласы Қайтыс өзінен бұрын қайтыс болу деген сияқты. Сол тұрғысында қысқаша айтып өтсең. Абайдың жалпы мынау Абдрахман деген баласы бар. Енді ділдадан туған бірінші баласы Ақылбай. Жаңа 16 жасында дүниеге келген. Жалпы қанша баласы болды, Жеті ұл, неше анамыз болды деген сияқты. жеті ұл, 3 қызы болған ғой. 10 баласы болған. Үлкені Ділда, екіншісі жаңағы Шүкман, үшіншісі жаңағы Еркежан, бірақ одан баласы болмайды. Жалпы осы неден ғой. Осы екі әйелінен баласы болады. Енді бұл жерде ең бірінші қаза бұл Абайға қатты соққы болып деген бұл Абдрахманның өлімі. Абдрахманға өліміне қатысты қат деген өлеңдер де бар. Жалпы Абдрахман өте сонда алғыр жастайынан оны жаңағыдай молдаға беріп сауатын ашады, сонымен алғыр болып өседі. Тіпті жаңағыдай қалаға, Семейге шығып, сол жерде школаны орыс тілінде білімін, сауатын ашып оқи бастайды. Кейіннен сол бір артиллериялық жаңағы академияға оқуға түсемін деп жатқан кезде, сол кезінде құрт ауруына шалдығып, сол кезінде өте қатты жүріп жатқан, орысша айтқанда костоед дей ма, сол ауруға шалдығып қайтыс болады. 1895 жылы болу керек, қателеспесем. Осы Әбіштің өлімі, Әбіш деп еркелеткен ғой енді, Әбдірахман баласы. Қатты тиеді Абайға. Өте қатты тиеді, оған қатысты өлеңдер жазады. Өйткені Әбдірахман бір шынымен де потенциалы өте керемет, сондай тіл алғыш, Абайдың үміт күтіп отырған ұрпақтарын бір еді. Бірақ енді тағдырдың дегеніне шара бар ма? Тіпті оған жазған хатында да оқып жүрген кезде көзімнің қарашығы Абдрахман деп те айтқан кездері болған, иә? Ол 1895 жылы болған сәт. Енді тағы бір үлкен ауыр соққы болған 1904 жылы Мағауия ұлының қайтыс болуы. Жаңағы кенже ұлы ғой. Мағауия небәрі сол 35 жасына келген кезде қайтыс болады. Енді Әбдірахманнан кейінгі осы өлім Абайға онсыз да торығып, ағайыннан, достан, дұшпаннан, барлығынан көңілі қалып, сатқындық, қанша сатқындық, донос, сатқындықты көріп, қаншама сынақтардан әбден торығып, түңіліп, елін алға қарай сүйреуім десе, жаңағы ғылым білімге ұмтылмай, сондай бір бодандықтың, надандықтың қамытын киіп алып, тек бір дүниенің соңынан қуған, осылай өзінің қоғамынан налып жүрген кезеңі ғой. Былайша айтқанда әбден сондай таусылып, сондай күңіреніп жүрген кезі ғой, ойлаңызшы. Сондай сәтте тұрып, ең сүйікті тағы бір баласы Мағауия қайтыс болады. Енді бұл былайша айтқанда өте қатты урон болды, өте қатты соққы болды. Сол Мағауия өлімінен кейін тіпті киіз үйіне шықпай, сол жерде кәдімгідей жалғыз өзі қалып, солай қалады. Көп ұзамайды, одан кейін. Одан соң небәрі сол 40 күннен кейін, Мағауия қайтыс болғаннан кейін, Абай атамыз сол маусымда дүниеден озады, 1904 жылы. Алла рахмын алсын ол кісіні. Сонымен Абайдың өмірі 1845 пен 1904 жылдар аралығында 59, яғни 60 жасқа дейінгі толмай, осы 59 жасында қайтыс болады. Былай қарасаңыз, былай көп те ғұмыр емес, бірақ 59 жылдың ішінде Абайдың жасағаны бізге қаншама сан ғасырлық бізге азық мұра болып қалды да. Дұрыс айтасыз. Жалғыз қазаққа емес, бүкіл әлемге бір үлкен дүние туындылар тастап кеткен, сондай беделді ойшылдардың бірі ғой. Дұрыс айтасыз. Мысалы, Абайдың қараңызшы, мен сізге бір нәрсе айтайын. Абай Крыловтың 12 мысалын, жаңағы Пушкиннің өлеңдерін аударды, жаңағы Гетені, Байронды аударды. Енді тіпті керек десеңіз, Пушкиннен аударған Татьянаның әні, соның ішінде Евгенийдің өлер алдындағы сөзі дегенді өзі ойлап, өзі жадына шығарып, өзі ойлап шығарып, соны аударып қосады ғой өлеңге. Былайша айтқанда өзінің жанынан ойлап шығарады. Жаңағы слово перед смертью, жаңағы Евгений Онегина деген негізі ол түпнұсқасында жоқ, ол оригиналда Пушкинде. Ол Абайдың өз жадына шығарған, қосқаны. Былайша айтқанда Абайдың аудармасының бір ерекше тұсы,
ол тек қана жалаң түрде ғана аударып қоймайды, тіпті өзінің жанынан соған бір ерекше креатив, өзінің тұрғысынан сол өлеңді керемет көркемдеуіш құралдармен өзі әдемі солай әсемдейді да. Бұның бір ерекшелігі, жалпы Абай атамыздың ерекшелігі, анау жазып отқан ойшылдың жағдайына, күйіне түсе алады ғой. Иә, иә. Сөйте тұра сол ырғақпен жаңағы туындыны жалғастырады ғой. Бұл жаңа өзің айтып отқандай, Ахмет Байтұрсынов атамыз ол кісіге баға бергендей, екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние ғой негізі, шын мәнісінде. Иә. Аллаға сансыз шүкір, осындай данышпандарымыздың болғанына. Енді қолдан келгенше жүрген жерде Абайды дәріптеп, Абайды жаңағыдай насихаттап жүреміз. Барша қазаққа бұл енді аманат, барша қазаққа міндет деп білеміз, Арман. Әрине. Иә, осымен сұхбатымызды аяқтасақ қалай қарайсыз? Негізі Абай туралы бір күнде сөйлейтініңізге күмәніміз жоқ. Дегенмен де енді көрерменнің де біраз уақытын алып отырмыз. Баршаңызға рахмет. Осындай бір уақыттарыңызды бөліп, шынайы ықыласпен көңілдеріңізді білдіріп, жазып жатқан комментарийларыңызды оқып отырмыз. Абайды дәріптеп жүру, Абайды құрметтеу баршамызға міндет деп білем, Арман. Сен өзің қалай ойлайсың осы тұрғыда? Қазаққа қашан ескереді, Абай сол кезде ескереді деген бір Сүлейменов атамыздың бір сөзі бар еді. Қазіргі қазақтың жағдайына қарайтын болсақ, Абай ешқашан ескермейтін сияқты. Яғни Абай бұл қазақ жадында, қазақтың жүрегінде қазақ болып тұрғанша Абай да мәңгілік тұрады деп ойлаймын. Бұл біздің сондай бір шоқтығы биік жұлдызымыз. Сондықтан да біз Абайдан ажырамасақ, Абайдың құндылықтарын бойымызға сіңірсек, және Абайдың сөзіне құлақ ассақ, біздер дамимыз, өрлейміз деп ойлаймын. Бәрекелді. Үлкен рахмет сұхбатыңызға, Арман. Сізге де рахмет. Көрермендерге де мың алғыс. Алла баршаларыңызға нұр жаудыртсын. Құрметті көрермендер, Абайдан алыстамайық. Абайға тіл тигізуден аулақ болып, Абай жүрейік. Көп рахмет.